Сәлем достар, менің каналыма қош келдіңіздер. Каналыма тіркелмесеңіз, тіркеліп қоңыраушаны басып қойыңыз. Бүгін ең оңай тез дайындалатын салат түрін бөліспекшімін. Бізге ең алдымен 2 қияр, 2 қызанақ және 2 жұмыртқа қажет болады. Ең алдымен қиярдың сыртын барлығын ашып аламыз. Қиярдың сыртын ашпай да салатқа қоссаңыздар болады. Менің каналымнан ең қарапайым, күнделікті өмірде қолданатын тағамдардың рецептін көрсеңіздер болады. Қиярды осылай кесіп, оны ұзынша етіп турайтын боламын, және оны шағын бөліктерге бөлемін. Екі қиярдың барлығын осылай турап алдым. Енді қызанақты ұзынша етіп турайтын боламын. Сіздер өз қалауларыңыз бойынша турасаңыздар болады. Екі жұмыртқаны да ұзынша етіп тураймын. Қажетті заттардың барлығын турап алдым. Енді оның үстіне жарты шай қасық тұз салып, және қара бұрышты салып, оның үстінен кергешке қосып, және де майонез қосып, барлығын жақсылап араластырамын. Бұл салатты дайындау өте жеңіл. Сіздер де менің рецептіммен дайындап, отбасыларыңызда балаларыңызды қуантсаңыздар болады. Видео ұнаған болса, лайк басып, төменге пікір қалдыруды ұмытпаңыздар. Және де видеоны соңына дейін көргендеріңіз үшін баршаңызға рахмет.